Оның дәні дақылдары ұнтақтау арқылы алатын тағамның өнім. Ол негізінен бидай, жүгері, арпа, сұлу, бұршақ дәндерінен дайындалады. Ұннан кондитерлік кеспе өнімдерін дайындау үшін пайдаланылады. Қазіргі таңда базар мен дүкен сөрелерінде ұндардың түрлері көп ақ. Түрлі өндірушілер мен сұрыптар арасында таңдау жасау қиынға соғады. Көбіміз ұн сұрпы жоғары болған сайын оның сапасы жақсы болады деп сенеміз. Сөйтсек, бұл пікір қате екен. Қазір сатылымдағы ең сұранысқа ие ұн бидай ұны. Бидай ұнның жоғары бірінші және екінші сұрыптары бар екендігін білеміз. Енді сол ұнның қай сұрыптары жақсы, қалай таңдау керек, неге баса назар аударған жөн? Технологтың кеңесін тыңдайық. Қайырлы таң. Бүгін сіздерге дүкеннен ұн сатып аларда қандай жайттарға мән беру керек екені туралы айтамыз. Яғни ұн алуда ең бірінші ұнды қандай түрінде сатып аласыз? Көбіне ұнды қаптама түрінде сатып алған дұрыс болып саналады. Бидай ұнын аларда оның сортлығы жоғары болған сайын, оның қасиеті жоғары деген тұжырым қате болып саналады. Себебі сұрып жоғары болған сайын, оның пайдалы тағамдық құндылығы төмен болады. Негізінде кондитерлік өнімдерде бірінші және жоғарғы сұрыпты ұн қолданылады. Себебі оның өнімнің түріне және оның қасиетіне, оның жеңіл әрі жұмсақ болуына осы ұнның қасиеттері өте әсер етеді. Ұн аларда оның органолептикалық қасиеттеріне мән беру керек. Яғни ұн ақшыл түсті, крем түстес реңкімен болу керек. Сортына қарай жоғарғы сорт ақшыл түсті болса, бірінші сорт одан біраз крем реңді болып келеді. Бидай ұнынан жасалған өнімдеріңіз өте сапалы және дәмді болу үшін ұнның да қасиеті жоғары болу керек. Яғни ұн бізде өте құм сияқты себіліп ұнтақ жағдайында болу керек, түйіршіктелмеген болу керек, қалды сіңіріп алуға бейім болғандықтан оны құрғақ, салқын және күн көзі түспейтін жерде сақтаған жөн. Өнім сапалы және дәмді болу үшін осы жоғарыда айтылған мәліметтерге мән бергеніңіз жөн.